Ғарыш — шексіз кеңістік. Онда мыңдаған жұлдыздар бар. Біз оны түнгі аспаннан көре аламыз. Ғарыштағы әлем өте үлкен. Ежелгі адамдар аспанды зерттеді. Олар жұлдыздарды бақылап тұрды. Ай мен жұлдыздар олардың жолын көрсетті. Аспанның сырын түсінуге тырысты. Ғалымдар телескоп жасап алды. Телескоп арқылы жұлдыздарды жақындап көрді. Бұл үлкен ғылыми жаңалық болды. Аспан әлемі зерттеуге ашылды. Адамдар ғарышқа ұшуды армандады. Олар зымыран жобаларын жасады. Сызбалар үстелде таралған. Бұл идеялар болашақ ұшуларға бастама болды. Алғашқы зымыран аспанға көтерілді. Түтін мен от ұшуды көрсетті. Бұл адамзат үшін үлкен қадам болды. Ғарышқа сапар басталды. Елдер ғарышқа бірінші болып шығуға жарысты. Әр мемлекет зымыранын жіберді. Бұл ғарышты игеру кезеңі басталды. Барлығы қызығушылықпен бақылады. Алғашқы спутник жерді айналды. Ол сигналдар жіберді. Адамдар ғарышты бақылауды бастады. Бұл үлкен ғылыми жетістік болды. Ғалымдар тірі ағзаларды ғарышқа жіберді. Олар нөлдік гравитацияны зерттеді. Бұл адам денесіне әсерін көруге мүмкіндік берді. Ғарыштағы өмірді түсіну басталды. Алғашқы ғарыш кемесі орбитаға шықты. Ол жерді айналып ұшты. Адамзат ғарышты игере бастады. Бұл тарихтағы маңызды оқиға болды. Ғарышкер ерекше скафандр киеді. Ол өмірді сақтайды. Шлем және ауа жүйесі бар. Ғарышта қауіпсіздік маңызды. Ғарыш кемесі айға ұшты. Адамзат алғаш рет жақындады. Ай беті қызыл-қоңыр көрінді. Бұл үлкен зерттеу сапары болды. Ай бетінде кратерлер көп. Жер алыста көрінеді. Әлем тыныш және дыбыссыз. Адамдар ғарыштағы ерекше сәттерді зерттеді. Ғарыш станциясы жерді айналды. Күн панельдері энергия береді. Ғалымдар онда зерттеулер жүргізді. Бұл зерттеулер адамзатқа пайда келді. Ғарышта салмақсыздық бар. Заттар қалқып жүреді. Бұл ғарыштағы ерекше құбылыс. Ғалымдар оны зерттеп үйренді. Марсқа зерттеу аппараты жіберілді. Ол қызыл планетаны зерттейді. Аппарат таулар мен тастарды суреттейді. Адамдар Марсты түсінуге тырысты. Ғарыш телескоптары алыстағы әлемді көреді. Олар галактикаларды суреттейді. Жұлдыздардың орналасуын зерттейді. Адамзат ғарыштың сырын аша бастады. Зымыран жерге қайта қонды. Тік қону дәлдікпен өтті. Бұл технологияны болашақта қолданады. Қауіпсіз қону ғарыш сапарына маңызды. Болашақта жаңа ғарыш кемелері бар. Олар жылдам әрі қуатты. Жаңа технологиялар адамзатқа көмек береді. Ғарыштағы сапарлар жеңілдейді. Ғарышта басқа планеталар бар. Олар әртүрлі түстерде. Жұлдыздар жүйесі кең және әдемі. Адамзат ғаламшарларды зерттейді. Ғарышқа сапарлар жалғасуда. Кемелер жаңа жерлерді зерттейді. Адамзат әлі көп нәрсені білмейді. Ғарышты игеру бізді алға жетелейді. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпа.